Сәлеметсіздер ме? Қорғауға барғанға дейінгі дайындық, яғни сіздерде уже бизнес пландарыңыз барлығын өткіздіңіздер, қатысушыңыз аяққа тастадыңыздар. Енді не істейміз? SMS күтеміз, SMS келеді, сізді осындай күні, осындай уақытта қорғауға келіңіз деген. Сол уақыттан кешікпей сол адреске барасыздар. Оған барғанға дейінгі дайындық. Ең алдымен не істейміз? Бизнес планды жақсылап оқып шығамыз. Бизнес планда не жазылды? Қандай адрес жазылды? Қандай суммалар жазылды, қандай алатын құрал жабдықтар жазылды, барлығы түгел дерлік түсінікпен жаттап ал демеймін, түсінікпен оқып шығыңыз. Сосын бизнес планды қандай адрес жазылды, пропискаңыз қай жерде, сол пропискаға жақын маңнан ашуыңыз керек. Мысалы, бір районда тұрып, екінші басқа бір қалаға немесе басқа бір районнан ашамын десеңіз, сіз 100% бұл гранттан өтпейсіз. Сондықтан адреске мұқият болыңыздар. Қандай районмен қатысып жатсыздар, сол районнан ашатын болыңыздар. Сосын екіншіден сертификатты қалай алдыңыздар? Соны дайындалыңыздар. Қандай сайтта оқыды, қалай, егерде өздеріңіз алмай біреу көмектескен болса, көмектескен адамнан сұраңыз. Қалай алдық, қандай сұрақтар болды, қандай сабақтар болды, немесе өзіңіз кіріп бір шолып шығыңыз. Үшінші, қорғауға барған кезде киім үлгісі. Шортимен, футболкамен, алабажақ киіммен емес, кәсіпкер сияқты әдемі классика киіммен немесе бір тонды киіммен барғаныңыз дұрыс болады. Қолдарыңызға бизнес пландарыңызды шығарып алыңыздар, және де кішігірім блокнот ұстап алсаңыздар да әдемі болады. Сонымен қатар, енді бардық, әдемі киініп алып бардық, ары қарай не істейміз? 3-5 минуттық текст дайындап барамыз. Не сөйлейміз? Барған кезде, кірген кезде сіздерге максимум бір 10-15 минут қана уақыт беріледі. Оның 2-3 минутын ғана сіздерге сөйлетеді, ары қарай бірнеше сұрақтар қою арқылы сізді тексереді. Ендеше не сөйлейміз? 3-5 минут бойы өзіңізді таныстырасыз, бизнес жоба қалай, қайда, қашан жүреді, бәсекелестеріңіз кім, сіз бұл бизнес жобаңыз ақтайды ма? Сізге қысқаша бір пример айтайын, мысал айтайын. Бір бай досыңыз бар делік, бай досыңыз бар, оның ақшасы көп, сізде күшті идея бар бизнес планға. Сол мынау бизнестеріңізді, соны қазір ұсынып жатқан бизнестеріңізді солай ойлаңыз. Күшті бизнес идеяңыз бар, сіз оны досыңызға түсіндіруіңіз керек. Қара, біз осылай ашамын, осылай мынандай жерден ашамын, осылай жүргіземін, осыған ондай ақша керек, мынандай құралдарды сатып аламын, бірінші айда осындай ақша түседі, екінші айда осылай табыс түседі, үшінші айда осылай, сенің ақшаңды мысалы қарасаң 6 айдың ішінде ақтап аламын да, ары қарай өзіме таза прибыль түседі деген секілді күшті қылып түсіндіріп, досыңыздан ақша алуыңыз керек қой. Дәл солай отырған комиссия мүшелерін өзіңіздің как досыңыз сияқты көріп, мұқият түсіндіріңіз, себебі сіз олардан ақша алуыңыз керек. Әдемі жеткізе алсаңыз, өзіңізге қаратып сөйлей алсаңыз, оның өзі плюс болады. Тағы бір лайфхак, кіретін кезде өзіңізге қандай бизнеспен кіріп жатсыз, мысалы, құрт өнімдерімен кіріп жатсыз ба, етік тігумен кіріп жатсыз ба, немесе пирог тігу, полуфабрикат, немесе бір күшті бір өнімді шығарасыз, сол өніміңізді ала барыңыз. Егер де сізде ондай жасайтын құралдар жоқ болса, мысалы, этикеткасымен әдемі қылып жасайтын құралдарыңыз жоқ, бірақ сондай жасағыңыз келетін болса, барып заказға жасатыңыз, 1 штук, 2 штук жасатыңыз, міне мүмкіндігінше комиссия мүшелерінің назарын өзіңізге аударуларыңыз керек. Ал ендеше сіздерге жобаларыңызда сәттілік, жеңіс тілеймін. Сау саламатта болыңыздар, маған тіркеліп қойыңыздар.